Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, бүгінгі біздің өтетін дәрісіміз, өтетін хадисіміз келесідей. Ан Аишата радияллаху анха қалат, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, Айша анамыздан риуаят етіп жеткізілген хадисте, Алла одан разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның бұлай деп айтқандығын келтіреді. Кімде-кім біздің бұл ісімізге, дінімізге қатысы болмаған жаңалық енгізсе, жаңалық әкелетін болса, ол қабыл етілмейді делінеді. Осы мағынаға тең келетін басқа мәтін мен басқа риуаятпен Муслим келтіреді. О жерде «Ман амина амалан лайса алейхи амруна фахуа рад». Яғни ол кімде-кім бір амал істейтін болса, ол біздің ісімізден болмайтын болса, онда ол қайтарылынады, кері қайтарылынады деп айтылынады. Енді осы жерде өздеріңіз түсінгендей, бұл хадис бидғатқа байланысты. Бидғат деген жаңалық. Осы жаңалықтың, бидғаттың тілдік мағынасына келетін болсақ, ол әу баста болмаған жаңа бір нәрсе жасау, жаңа бір нәрсені енгізу. Бидғат деген тілдік мағынасы. Шариғаттағы мағынасына келетін болсақ, бидғат дегеніміз ол жаңағыдай болмаған, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам кезінде болмаған, сахабалар кезінде болмаған, кейіннен пайда болған бір жаңалықты, дінге қатысты болған бір жаңалықты, соны не дейді? Бидғат деп айтады. Енді осы тұста, құрметті бауырлар, өздеріңіз көп естисіздер. Мынаны істеме, бидғат болады. Ойбай, ананы істеме, бидғат болады деп айтып жатады бауырлар. Тіпті бұлай деп айтады: ойбай, бидғат жасап күпірлікке барасың, бидғат жасап адасасың, басқаны адастырасың деп қорқытып, шошытып жатады. Енді шын мәнінде бидғат деген ол не? Және ол бізді күпірлікке апарады ма? Ол бізді адастырады ма, жоқ па? Осының анық-қанығын бірге қарастырып көрсек. Ибн Араби өте абыройлы ғалымдардың бірі, осы Ханафи мазхабындағы өте ұлы тұлғалардың, ұлы ғалымдардың бірі. Ол кісі былай деп айтады: бидғат пен діндегі қандай да бір жаңалық, осы екі ұғым, яғни бидғат бар және жаңалық, екеуі синоним ұғымдар ғой, бір-біріне мағынасы тең келетін ұғымдар. Осы екі нәрсе бидғат болғандығы үшін айыпталмайды дейді. Яғни ойбай, бидғат екен деп бірден сөгіп оны айыптап, бұл дұрыс емес, ол қате деп жоққа шығаруға асықпау керек. Сөйтіп Ибн Араби жалғастырады: алайда сүннетке қайшы келетін, адасуға апаратын діндегі қандай да бір жаңалық, міне сол нәрсе айыпталады дейді. Сүннетке қайшы келетін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздеріне, істеген амалына келісім беріп, өз үкімін шығарған шешімге қарсы қарама-қайшы келетін қандай да бір діни жаңалық, міне сол бидғат, және міне сол айыпталатын бидғат. Айыпталатын бидғаттың түрі осы. Имам Нәуәуи, біз оның хадистерін өтіп жатырмыз, айтып жатырмыз осы әр апта сайын. Сол Имам Нәуәуидің Тәһзиб әл-асма уәл-лұғат дейтін еңбегі бар, кітабы бар. Сол жерде әртүрлі терминдердің түпкі мағынасын, нені білдіреді, ол сөз қайдан шыққан, шариғаттағы үкімі не болады деген сияқты барлық есімдерді, сөздіктерді теріп, былайша айтқанда қоғам арасында мынау ихтилафи болатын мәселелерде, қарама-қайшылық туындырайтын, бір-бірін
түсініспеушілік тудыратын кейбір терминдік сөздерді өзінің осы еңбегінде жазып қарастырып дәлелдеп айтып шыққан ғалым кісі Нәуәуи. Сол кітабында былай деп келтіреді, қараңыздар. Бидғат дегеніміз ол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам кезінде болмаған нәрсенің істелуін айтады. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде, сахабалар кезінде ол нәрсе істелмеген. Міне соны бидғат дейміз дейді. Және ол екіге бөлінеді дейді Имам Нәуәуи айтады. Жақсы және жаман бидғат. Бидғатул хасана ва бидғату сайиа. Абу Мухаммад Абдул Азиз ибн Абдусалам деген кісі рахмахулла жазған Каваид кітабының соңында былай деп келтіреді. Өзінің бір үлкен бір еңбегінде соңына қарай мынандай бір сөздерді, мәтіндерді келтірген екен. О жерде бидғат уәжіп, харам, мандуб, макрух және мубах деп бөлінеді дейді. Иә, солай. Уәжіп бидғат бар екен, харам бидғат бар екен, мандуб бидғат, макрух және мубах бидғаттар бар екен. Оның қайсысы қандай екен біз дәрістің жалғасында келтіріп кетеміз. Сөйтіп ол Имам Нәуәуи ары қарай жалғастырайды. Бұлай бөлінуінің себебі осылай уәжіп, мубах, харам, макрух бол бөлінуінің себебі діндегі үкімдерге байланысты болып табылады дейді. Әр дінде әртүрлі үкімдер болады. Мына амал уәжіп, мына амал мубах, мына амал макрух дегендей сияқты бөлінеді. Оны бәріміз білеміз. Енді уәжіп амалдарда жасалған бидғат уәжіп бидғат болады, және тура солай макрух, мубах, харам үкімдерге байланысты тура солай ерекшелеріне қарай бөлінеді бидғаттар деп өз еңбегінде Имам Нәуәуи айтып өткен. Енді ары қарай жалғастырайық. Сонымен бидғаттың біз айттық екі түрі бар деп. Осыны көбісі жоққа шығарады. Көбісі дегеніміз жаңағы мынау діни білімі терең алмаған, діни білімді терең алмаған, хадисті мәтінін оқып сонымен ғана шектелген адамдардың көбісі айтады, бидғат бар, болды, ол бидғат бар болса, оның барлығы харам, оның барлығы істеуге болмайды, ол адасуға апарады, оның екіге бөлінетін түрлері жоқ, оның тек қана бір-ақ түрі бар дейді. Бидғат дегеніміз ол жаман нәрсе болды деп кесіп бірден айтатындар бар. Бірақ дегенмен де екі түр бар екен жаңа Имам Нәуәуи айтып өтті. Ибн Араби ғалымдар, менің сөзім емес, Ибн Араби ғалым айтып өтті, Имам Нәуәуи айтып өтті, Шафии мазхабының ұлы шоқ жұлдызы ғалымы. Енді жаңа айттық қой, жақсы бидғат, жаман бидғат дедік. Осы жерде біріншісі адастырушы бидғат бар. Ол адастырушы бидғат қандай? Құран мен сүннетке қарама-қайшы келсе, туралыққа үгіттемесе, керісінше туралықтан тайдыратын болса, оның үкімі Құранда да жоқ, хадисте де жоқ, пайғамбарымыз да істемеген, сахабалар да оны істемеген, және ол істемегенмен бөлек, яғни оны істемеуден бөлек, бұл нәрсе Құрандағы үкімдермен, сүннеттегі үкімдермен ол харам деңгейіндегі адал болмаған, рұқсат етілмеген бір істер болатын болса, ол адасуға апарады, қателесуге апарады. Бірақ туралыққа бастаушы бидғат болады. Ол қандай бидғат? Құран және сүннетке сәйкес келетін бидғатты біз туралыққа бастайтын бидғат, немесе басқаша айтатын болсақ, бидға хасана, яғни жақсы бидғат деп оны айтамыз. Осы бидғаттың екіге бөлінуін қай жерден алды ғалымдар? Қалайша оны үкімді осылай шығарды, осындай шешім қабылданды деп сұрақ туындайтын болса, оның жауабы былай. Бухари және Муслим сахих хадисінде келтірген, Имам Нәуәуи келтірген жаңағы біз айтып өткен жоғарыдағы ең алғашқы айтқан хадисімізде, кімде-кім біздің бұл ісімізге, яғни дінімізге қатысы болмаған жаңалық енгізсе, ол қабыл етілмейді деген сөзде оны сөзбе сөз аударатын болсақ, мынандай ұғым шығады. Ма лайса минху, яғни одан яки діннен емес болған бір нәрсені кіргізетін болса, дінге сәйкес келмейтін болса, онда ол қайшы келеді және ол дұрыс емес болады. Және ол шариғатта, дінімізде толықтай
қайтарылады, қабылданбайды. Ал егер Құран мен сүннетпен сәйкес келетін болса, үкіміне қарама-қайшы келмесе, ол ізгілікке, жақсылыққа, туралыққа бастайтын болса, онда оны адасуға апаратын жол деп тәрк етіп қою дұрыс болмайды, құрметті жамағат. Ойбай, мынау мысалға Құран мен сүннетте бұл нәрсе жоқ екен, бірақ ол жақсы ізгі іс, игі іс болса, онда ойбай, ол Құранда жоқ, сүннетте жоқ деп оны қоя салып тәрк етіп, немесе оны жоққа шығару, ол ақылға қонымсыз нәрсе екен. Сахих Муслимде келген мына бір хадиске мәтініне көңіл аударып қарайық, құрметті жамағат. Оны Жарир ибн Абдилла, Алла одан разы болсын, жеткізген, риуаят еткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламнан былай деп айтқанын айтады. Кім осы ислам дінінде жақсы бір сүннет қалыптастыратын болса, жақсы жол, жақсы амал істейтін болса, онда оған оның істеген ісі және онымен амал еткен адамның сауабы жазылынады екен. Және оның ол кісіден үлгі тұтып жасаған адамның сауабынан ешқандай сауабы кемімейді делінеді. Көрдіңіздер ме? Кім бір жақсы сүннет қалыптастыратын болса, бұны қалай түсінуімізге болады? Жақсы сүннет қалыптастыратын болса, жақсы сүннет деген ол адамның ізгі істері, ізгі амалдары. Оның ізгі істерін, амалдары шектеп қою дұрыс емес. Сен тек мынаны істе, бұнаны істеме деп айту дұрыс емес. Мысалға біз айта алмаймыз ғой, сен садақаны тек қана малмен бер, ақшамен берме, алтынмен берме деп айта алмаймыз ғой, дұрыс па? Ол қалай берем десе, садақаны оның өзінің еркісі, ол садақаны малмен бергісі келеді, немесе ақшалай бергісі келеді, немесе жаңағы жеміс жидек түрінде бергісі келеді. Мәселен, бұл мысал ретінде келтіріп отырмын. Бұл дегеніміз, егер ол соны істесе, бір ізгі амалды істесе, ол пайғамбарымыз ол ізгі амалды істемеген, бұл дұрыс емес деп айта алмаймыз ғой. Қалайша біз оны айтаймыз? Түзу нәрсені істесе, дұрыс нәрсені істеп жатса. Бидғат па? Бидғат. Бірақ неге біз оны бидғат деп, оны жоққа шығаруымыз керек? Неге біз оны өшіріп тастауымыз керек? Оны қабылдаймыз. Ізгі амал ретінде, дұрыс амал ретінде оны қабылдаймыз. Және оның істегенін басқа біреу көріп қайталап істесе, онда оның сауабы ана кісіге де жазылынады дейді, осы хадиске сүйеніп қарастыратын болсақ. Тура сол сияқты, кім ислам дінінде бір жаман нәрсе істейтін болса, өзі мұсылманмын деп, өзін муминмін деп, бірақ бір жаман іс істеп қоятын болса, және сол істеген жамандығын басқа біреу көріп қайталайтын болса, онда жаңаға күнә жазылынады жаңа істеуші адамға, және оны көріп қайталаушы адамның күнәсі де оған жазылынады делінеді. Міне осындай хадис келеді бізге. Әйгілі мәшһүр хадистердің бірінде тарауих намазына қатысты былай делінеді. Ол Сахих Бухариде келтіріледі. Омар ибн Хаттаб, Алла одан разы болсын, Рамазан айының бір түнінде шығып мешітке барады. Сөйтіп мешітке барса, адамдар әрқайсысы әртүрлі түрде тарауих намаздарын орындап жатыр екен. Яғни біреу өзі оқып жатыр, ана жақта бір-екеуі бірге жамағат болып қосылып оқып жатыр. Біреу мәселен бірінші ракағат оқып жатыр, екіншісі 8-ші ракағат оқып жатыр, біреу бітіріп жатыр тарауих намазды мысалға. Сөйтіп қараса, әркім әртүрлі оқып жатыр екен. Сол кезде Омар ибн Хаттаб көреді де, осы барлығын бірге жиыстырып, бірге жинап, жамағат болып оқыса қандай жақсы болар еді деген ой келеді оған. Одан кейін ол Убай ибн Каабқа әмір етеді, кәні бәрін жинап бір жамағат болып оқи қойыңдаршы намазды деп. Қалай болады екен? Сөйтіп, онымен бірге барлығы бірге намаз оқиды, жамағат болып. Омар ибн Хаттаб мешітке келіп, сол көріністі көрген сәтте барлығы бір сапқа тұрып, бір сапқа түзулетіп, бірге жүздерін құбылаға қарап, бір имамға үйіп, тарауих намазын оқып жатқан көрген кезінде былай дейді екен: "Ни'мал бид'ату хадихи", немесе басқа риуаятта "Ни'матил бид'ату хадихи" деген сөз айтады екен.
яғни бұл сөздің мағынасы не? Нема, қандай жақсы, қандай керемет дейді. Бид'a дегеніміз кәдімгі біздің айтып жатқан жаңағы бидғатымыз. Хәзихи деген міне мынау қандай жақсы бидғат деп айтқан екен. Қандай жақсы жаңалық деп. Не үшін осы сөзді айтты Омар ибн Хаттаб? Не үшін мынау қандай жақсы бидғат деген сөзді айтты? Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям кезінде және одан кейін Абу Бәкір Сиддиқ кезінде момын мұсылмандар тарауыхты әртүрлі оқитын. Яғни бірге, бір саппен емес, бір жамағатпен емес, әрқайсысы өзінше әртүрлі оқитын еді. Демек, Омар ибн Хаттабтың айтуы бидғат деп айтылуы жаңалық қой, жаңалық. Жаңадан енгізілген нәрсе ма? Жаңадан енгізілген нәрсе. Бірақ оны қандай жақсы деп айтуындағы себебі адамдар бірге тұрып жамағат болып Алланың алдында сауабы да көбірек қой жамағатпен орындалған намаздың. 27 есе, басқа бір риуаятта 25 есе еселеніп сауап жазылынады. Міне соны көріп таң қалып Омар ибн Хаттаб осы сөзді айтқан екен. Міне осы мәтін, осы хадисті сүйене отырып ғалымдар бір ауыздан айтқан екен. Бидғаттың қандай жаман түрі болатын болса, тура сол сияқты жақсы түрі де болады. Сауапты түрі бар. Шариғатқа қайшы келмейтін, Құран мен сүннетке қайшы келмейтін бидғат түрі бар деп осы хадистен тахриж жасайды үкім. Енді келесі мәтінге көңіл бөлейік, хадиске. Құрметті жамағат, осы хадистің, қазір айтатын хадистің мәтіннің айтылуы баршасына арналған, яғни барлық мұсылмандарға арналған. Бірақ мағынасы ішіндегі ұғымы қаратылуы жеке бір жағдайға, жеке бір адамдарға қарата айтылған хадис екен. Ол қандай хадис, құрметті жамағат? Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фима раваху Абу Дауд, Абу Дауд риуаят еткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: діндегі істерде жаңалықтардан, бидғаттардан абайландар, сақ болыңдар дейді. Өйткені әрбір бидғат, әрбір жаңалық ол бидғат, және әрбір бидғат ол адасушылық деп айтқан. Осыны іліп алып барлық бауырларымыз айтып жүр. Ойбай, жаңалық дегеніміз ол бидғат, бидғат дегеніміз адасу. Болды, бітті. Бәрін адастырып жіберді. Қазір егер тізбектеп қарастыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі кезең, яғни Омар ибн Хаттабтан кейін бермен қарай уақыттағы діндегі біздің қазір жасап жатқан амалдардың бәрін тізбектеп қарайтын болсақ, біз бидғаттың белшесіне баттық, былайша айтқанда да, жаңалықтың белшесіне баттық. Демек, бәріміз адасып жүрміз ба деген сөз ұғым туындайды бұл жерде. Біздің смартфоннан қарап Құранды оқуымыз, Құран кітапты алып емес, мысалға смартфоннан қарап Құран оқуымыз, плеермен, наушникпен Құранды тыңдауымыз, мәселен, ағаштан жасалған немесе тастан жасалған мінберлер емес, қазіргі мрамордан жасайды, мысалға әртүрлі немен мінберлер жасайды. Бидғаттар көп. Таспихпен тартуымыз, саусақпен емес, таспихпен тартуымыз мысалға. Оның барлығын тізбектеп қарайтын болсақ, ол бидғат. Оны мойындаймыз, ол жаңалық. Бірақ оның барлығы адасу ма? Оның барлығы былайша айтқанда діннен шығаратын, діннен адастыратын бір ұғым ба? Соны жақсылап, терең ойлап қарастыру керек. Егер ол шариғатымызға, дінімізге қайшы келмейтін нәрсе болатын болса, ешқандай бір Құран мен хадиспен айтылынған үкімдерге қарама-қайшы келіп, рұқсат еткен нәрсені арам етіп, арам еткен нәрсені адал етіп жатқан болса, оны әрине біз қайтарамыз. Ол әрине ол бидғаттың жаман түрі. Бірақ ол адалды адал деп отыр, арамды арам деп отыр, деп келіп отырған жаңалықты неге біз қайтаруымыз керек, құрметті жамағат? Енді ары қарай Ханафи мазхабының ғалымы жаңа айтқан Ибн Абидин Хашия деген еңбегінде былай деп айтады. Уәжіп бидғат деп айтып өттік, уәжіп бидғат дегеніміз не екен? Ол әртүрлі, ол кісі өзі айтып жатыр, Ибн Абидин. Сол өзінің замандағы, өзінің уақытындағы жағдайларға байланысты келтіріп отыр сөздерін. Әртүрлі адасқан ағымдарды бетін бері қайтару үшін оларға қарата дәлелдер келтіруіміз ол бидғат уәжіп дейді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде Құраннан дәлелдер келтірілді кімдерге? Кітап иелеріне, мушриктерге, арабтардың арасында бұттарға табынғандарға, немесе отқа табындырғандарға, маджусилерге, әртүрлі осындай былайша айтқанда исламға дейінгі болғандарға не істеді? Құран үкімдері жүрді, дәлелдер келтірілді. Бірақ кейінгері мынау орта ғасырлар заманында, немесе Али радиаллаху кезінде харижилер шықты, харижилер. Одан кейінде неше түрлі мутазила шықты, захири, батини, мурджия, карамия дейтін әртүрлі топтар шыққан болатын. Сол кезде солардың бетін бері қарату үшін, қайтару үшін не істелінді? Құраннан, хадистерден теріп алынды дәлелдер. Оларды ойларын, пікірлерін түзету үшін, беттерін бері қарату үшін, түзу жолға бастау үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде болды ма? Болған жоқ. Бидғат па? Бидғат. Соны айтады Ибн Абидин, бұл бидғат уәжіп болды дейді. Уәжіп дегеніміз, бұны істеу міндет болып қалды дейді. Оны істемесе, бәрі жан жаққа тарап кетеді, бәрі адасып кетеді, бәрі әртүрлі топқа кетіп қалады. Бидғат жасалынды ма? Жасалынды. Сөйтіп оны уәжіп бидғат дейді Ибн Абидин. Кейін арғарай не делінеді? Құран мен хадистерді дұрыс оқып, оны дұрыс түсіну үшін наху ілімін меңгерудің өзі не дейді? Бидғат уәжіп дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде грамматика дейтін ұғым болды ма? Болған жоқ. Яғни наху, сарф, тағы басқа ілімдер, грамматикалық ілімдер кейіннен пайда болды. Кейінгі ғалымдар оны ойластырып шықты, жинастырды, ережелерді жасады. Не үшін? Адамдар дұрыс оқу үшін, сауатты оқу үшін, сауатты түсіну үшін ұғымын. Осы үшін ол нәрсе жасалынды, енгізілді. Бұл бидғат па? Бидғат. Бидғаттың қай түрі десе, Ибн Абидин бидғат уәжіп деді. Міндетті бидғат болды ол. Егер жасалмаса қалай болады? Құранды әркім әртүрлі оқиды, Құранды әркім әртүрлі түсінеді, хадистерді де тура солай, әркім әртүрлі үкім етеді. Енді мандуб бидғат бар екен. Мандуб бидғат дегеніміз, істесен сауап, істемесен жаңағы күнә болмайды. Ол не нәрсе? Әртүрлі медреселер, түрлі оқу орындарын бар болуы, ол мандуб бидғат дейді жаңағы Ибн Абидин. Енді сол заманға қарата айтылып жатыр ғой. Жасалса ол сауап болады, дұрыс болады, жақсы болады. Жасалмай қойса ол күнә болмайды дейді. Енді келесі макрух бидғат бар екен. Ол дегеніміз мешіттерді безендіру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде мешіттер білесіздер қандай болған, қамыстан жасалынған, балшықтарды бір-біріне жабып, балшық пен қамысты араластырып, тастарды бір-біріне құрастырып, сөйтіп әйтеуір бір мешіттер салынған болатын. Оның ішін безендіріп, сыртын көркейтіп, әдемілеп күмбез салып, ондай нәрсе болмаған. Кейінгі кезде не істеді? Безендірілді. Осы нәрсе не болды? Ол макрух дейді. Макрух дегеніміз істемеген абзал. Негізі істемеген дұрыс деп айтылады да. Бірақ ол істеліп жатыр ма? Істеліп жатыр. Ол бидғат па? Бидғат. Бірақ оны болды деп тәрк етіп, оны толығымен тыйым салып, жоққа шығаруға ол да дұрыс емес. Істелсе, орнымен, өзін мөлшерімен, өзін шегімен жасалынатын болса, өзін мөлшерімен жасалатын болса, онда оны істеуге болады. Мубах бидғат бар. Мубах бидғат деген не? Бұрын соңды болмаған дәмді тағамдар, сусындар, дәмді тағамдар мен сусындар ішу, жеу және әдемі киімдерді кию деп айтады Ибн Абидин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда білесіздер, болса сол құрма болды жейтіндерден. Кейде тіпті сол құрма да болмайтын еді. Су ішеді, қалған тамақтардың көбісі тапшылық еді. Кейбіреулер мынандай бір оқиға бар еді ғой. Пұтқа табынған бір адам өзіне құрманы құдай етіп алады, жолға сапарға шығады да, жолда қарны ашып кетеді екен қатты. Жейтін нәрсесі жоқ, азығы жоқ, құдайы құрма.
жарайды құдайым кешіре көр деп құрмасын жеп қояды екен да. Кейін сол ислам дінін қабылдаған кезінде сол оқиғаны еске алып жатады екен күліп. Жаңағы осындай надандықта болған едім ғой деп. Яғни ол кезде тамақтан, сусыннан өте қиын жағдай болатын. Бірақ жаңағы Ибн Абидин айтады, ол енді кейінгі ғалымдардың бірі ғой. Яғни ол мубах дегеніміз істесен де, істемесен де күнә сауап болмайды. Яғни күнә да жазылмайды, сауап та жазылмайды мубах. Түсінікті ғой, яғни ол жақсы сусын ішсен, жақсы тамақ жесен, әрине жаңағы асқазанды толтырып алмай, өзін орнымен, өзін мөлшермен қабылдаса, онда ол мубах бидғат, ол да бидғат. Бадриддин әл-Айни дейтін Сахих Бухари хадистер жинаған шархын жазған Ханафи мазхабының ұлы бір ғалымы бар екен. Ол кісі Бухаридің хадистерін шарх жазып жатқан кезінде, шарх дегеніміз яғни түсініктемесін жазып жатқан кезінде тарауих намазына қатысты хадиске тоқталады. Сол кезде былай деп айтады: Нирматил бид'ату деген Омар ибн Хаттабтың сөзін келтіреді. Мынау қандай жақсы бидғат деген сөзі. Сонда былай дейді ол: бидғат дегеніміз түпкі негізінде ол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам заманында болмаған істі айтамыз деп айтады. Бидғат екі түрлі болады. Жақсы істердің аясында жасалған қандай да бір іс, ол жақсы бидғат болады. Ал жамандықтың аясында істелген, төңірегінде істелген істер, олар бидғат, мұқаббаха немесе қабих деп айтылады, жаман бидғат болады. Яғни ол шариғатқа, Құран мен сүннетке қайшы келетін болса, жамандықтың аясында істелген бір енгізілген бір жаңалық болса, онда ол қайтарылады. Құрметті бауырлар, жамағат, Малики мазхабының ғалымдарының ішінде Мухаммад аз-Зарқани, ол Муатта, Имам Маликтің Муатта хадистер жинағының шархын жазған ғалым. Малики мазхабындағы Ахмад ибн Яхия дейтін ғалым бар Малики мазхабында. Ұлы, абыройлы ұлы ғалымдардың бірі Малики мазхабындағы. Ол кісілер осы бидғатқа қатысты пікірлерін білдіре отырып, не деді? Негізінде бидғаттың жақсы жаман түрлері бөлінеді, ондай нәрсе бар деп, олар да мойындап айтты. Зерттеулерін жасап, өздерінің деңгейінде Құран мен сүннетке сәйкес үкімдерін шығарды. Яғни жақсы бидғат бар және жаман бидғат бар деп. Имам Шафии мазхабы, Имам Шафидің өзі пікір білдірген екен осы бидғатқа қатысты. Жақсы бидғат та бар деп. Абу Наим, Имам Ғазали, Әл-Из ибн Абдусалам, Имам Нәуәуи ибн Хаджар әл-Асқалани, бұл өте Шафии мазхабының ұлы ғалымдардың бірі. Осылардың барлығы бір ауыздан бидғатты екіге бөліп қарастырған. Жақсы бидғат бар, жаман бидғат бар деп. Ханбали мазхабының Шамсуддин Мухаммад ибн Абул Фатх әл-Бәли дейтін ғалым, ол да зерттеуін жүргізген кезінде хадистерге қатысты, Құранға қатысты және осы бидғат мәселесіне қатысты өзінің еңбектерінде тоқтала келе, ол да айтты осы бидғаттың жақсы және жаман түрлері шынымен де бар екендігін. Сондықтан анау хадис бар, жаңа біз айтып өткен дінге жаңалық енгізу ол бидғат, ал бидғат ол адасу деген ол хадис бар, сахих хадис. Тағы хадис бар, кім біздің дінімізге, ісімізге қатысы болмаған жаңалық енгізсе, ол қайтарылады деген, қабылданбайды деген, ол да хадис бар. Бірақ ол хадистерді дұрыс түсінуіміз керек, дұрыс ұғынуымыз керек. Егер көрсеңіз, егер айтылып тұрма, Құранға сәйкес келмейді, хадиске сәйкес келмейді делінген ба, болды, оны қабылдамаңыз, оны қайтарыңыз. Ал бірақ Құран мен хадиске сәйкес келеді, қайшы келмейді, жақсылыққа бастайды, ізгілікке үгіттейді, адамды Аллаға жақындататын, діндегі иманын күшейтетін ізгі істер, жақсы амалдар болса, онда оған саламат жасау керек, істеу керек. Иншалла, Алла Тағала өзінің құзырында сол істерімізді қабыл етсін деп тілейік. Алла Тағала біздердің істеп жатқан ісімізде егер бір қате кемшіліктер, бір былайша айтқанда дін үкіміне сәйкес келмейтін, қайшы келетін бидғаттар болса, оның баршасынан бізді сақтасын, алыстатсын
және дұрыс бидғат болса соған жақындатсын. Алла тағала ниетімізді қабыл, мұратымызды асыл етке. Ва ахиру дауан алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.